Шымкент-Тараз тас жолының жалпы ұзындығы 250 шақырымды құрайды. Соның 58 шақырымы Түлкібас ауданының еншісінде. Атақты Шақпақ баба жотасы да осы өңірде орналасқан. Қар жауа қалса, жолаушылар мен жүргізушілерді қинайтын дәл осы асу. Алайда биыл мұндағы жағдай біршама тұрақты. Көлік қозғалысында қиындық байқалмайды. Биыл өздеріңіз білесіздер, қыстың ерте түсуіне байланысты Түлкібас ауданы төтенше жағдайлар бөлімі қысқа дайындық бойынша қардың ерте түсуіне байланысты дайындық ерте пысықталды бізде. 3 қар жауды. Түлкібас ауданында ешқандай жаңа төтенше оқиғалары әзірге тіркелген жоқ. Мемлекеттік маңызға ие жолды күтіп ұстау мен жауын-шашыннан тазарту жұмыстары Түлкібас жолдары мекемесіне жүктелген. Бүгінде мұнда 50-ге жуық техника мен жүздеген қызметкерлер табиғаттың тосын мінезімен күресуге сақадай сай. Бізде қарды тазалайтын және оны таситын бірнеше техника бар. Жуырда жанармай мәселесі де шешіледі. Синоптиктер биыл қыс қатты болады деп болжап отыр. Алайда біз одан қауіптенбейміз. Дайындық пен көп жылдық тәжірибенің арқасында кез келген аязға төтеп береміз. Алматы тас жолының құрылысын Қытай мен Иран компаниялары жүргізуде. Олардың еншісіне жолды күтіп ұстау жұмыстары да кіреді. Егер төтенше жағдай орын алса, шетелдік компаниялар да қол ұшын беруге дайын. Бізде заманауи үлгідегі 200-ден астам техника бар. Қысқа қажетті барлық инертті заттарымыз дайын. Біз бұл өңірде 4 жылдан бері жұмыс жасап келеміз. Сондықтан мұндағы кемшіліктерді бес саусақтай білеміз. Бұл қыстан да сәтті өтуге барымызды саламыз. Мұнан өзге ауданда жылыту бекеттері де іске қосылған. Олардың саны әзірге 6. Оның әрқайсысы жолда қалған 30 адамның уақытша түнеп шығуына мүмкіндік береді. Төтенше жағдайлар орын алып, жаураған адамдар или жүргізушілер болса, сонда бірінші мезетте онда жаңағы құтқару жұмыстары ұйымдастырылып, сол жерге апарып, оларға алғашқы жаңағы жылыту көмектері көрсетіледі. Біздің аудан бюджетінен де бұл бағытта қазір барлық ақшалай, қаржылай мәселелер шешілген. Мұнда қазір 6 тонна жағармай мәселесі, 200 мың теңге азық түлікке, осы мәселелердің бәрі біздің ауданда шешілген. Айта кетейік, өткен жылы Алматы тас жолы боранның салдарынан 8 рет жабылған. Жанболат Мешұлы, Талғат Қырғызалиев, ТВК телеарнасы.